Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фотосуреттер. Бүгінгі сабақта фотосуреттерді өңдейтін программаны қолдануды үйренеміз. Алдымен мына сұрақтарға жауап берейік. Қандай мерекені ерекше ұнатасың? Мерекелік көңіл-күй мен қуанышты сәттерді суретке түсіру үшін қандай цифрлық құрылғыны пайдаланасың? Фотосуретті компьютерде өңдейтін қандай программаны білесің? Барлығымыз фотосуретке түскенді ұнатамыз. Смартфондар пайда болған соң суретке түсіру мейлінше жеңілдеді. Мерекелерге, туған күндерде, тіпті көшеде жай кетіп бара жатып суретке түсіру үйреншікті әдетке айналды. Түсірілген фотосуреттерді қағазға басып шығару үшін олар сапалы болуы керек. Компьютерде суреттердің сапасын жақсартатын программалар бар. Солардың бірі меңгеруге өте қарапайым домашняя фотостудия программасы. Оның көмегімен цифрлық фотосуреттерді оңай өңдеуге болады. Программада суретке әсер беру, күнтізбе, коллаж, ашық хат жасау, сапасыз суретті түзету сияқты әрекеттерді орындаған ыңғайлы. Домашняя фотостудия программасының ерекшелігіне тоқталсақ, кез келген цифрлық фотосуреттің сапасын жақсартады. Көркем суреттер жасауға қажетті әсерлерді қолданады. Суретпен безендірілген ашық хат, күнтізбе, коллаждарды жылдам әрі оңай жасайды. Программа интерфейсі пайдаланушыға ыңғайлы әрі меңгеруге жеңіл, анықтамалық жүйесі бар. Домашняя фотостудия программасында фотосуреттің жарықтылығын, кереғарлығын өзгертіп, суреттің сапасын арттыруға болады. Ол үшін кескін, жарықтылық пен кереғарлық командаларын орындасаң, терезенің оң жақ төменгі бөлігінде тиісті құралдар көрінеді. Жүгіртпені жылжытып, жарықтылық пен кереғарлықты арттыруға немесе кемітуге болады. Ал арылту командасымен барлық өзгерісті бастапқы қалпына қайтара аласың. Кереғарлық командасы берілген суреттің ең жарық және ең қараңғы нүктелердің айырмашылығын көрсетеді. Мына суретте жарықтылық пен кереғарлықты реттеу терезесі берілген. Балалар, енді практикалық жұмыс жасаймыз. Бірінші, интернеттен елімізде тойланатын мерекелердің бірінің фотосуретін көшіріп ал. Сурет атауымен бума жасап, көшірілген суреттерді сақта. Екінші, домашняя фотостудия программасын іске қос. Суретті ашу бөлімін шертіп, фотосуреттер бумасындағы суреттердің бірін таңда. Үшінші, суреттің сапасын арттыру үшін мәзірден кескін, жарықтылық пен кереғарлық командаларын орында. Төртінші, оң жақ төменгі бөлікте пайда болған жүгіртпені жылжытып, жарықтылық пен түстің кереғарлығын өзгертіп, сурет сапасындағы өзгерісті бақыла. Бесінші, кескін, жарықтылықты реттеу командалар мен фотосуреттегі бояулардың қанықтылығын арттыр. Алтыншы, жарықтылықты түзетуде шынайылық параметрлері фотосуретті табиғи немесе жасанды суреттер ретінде қабылдауға әсер етеді. Жетінші, фотосуреттің сапасын реттеп болған соң қайта сақта. 116 беттегі практикалық жұмысты ашыңыздар. Бірінші тапсырмада. Интернеттен елімізде тойланатын мерекелердің бірінің фотосуретін көшіріп ал. Фотосурет атауымен бума жасап, көшірген фотосуреттерді сақта дейді. Бума жасап, мен суреттерді сақтап қойдым. Фотосурет. Екінші, домашняя фотостудия программасын іске қос. Фотоаппараттың белгісімен тұрады бұл бағдарлама. Ашасыздар. Ашылған бөлімнен фотосуретті ашу бөлімін шертіп, фотосуреттер бумасындағы фотолардың бірін таңдаймыз. Үшінші, суреттің сапасын арттыру үшін мәзірден кескін, жарықтылық пен кереғарлық командаларын орындаймыз. Төртінші, оң жақ төменгі бөлікте пайда болған жүгіртпені жылжытамыз.
Жарықтылық пен түстің кереғарлығын өзгертіп, сурет сапасындағы өзгерісті бақылаймыз. Кері қарай жүрсеңіздер, қараңғы болады. Контрастын өзгертемін. Келісім беремін. Ары қарай. 5. Кескін, жарықтылықты реттеу командалар мен фотосуреттегі бояулардың қанықтылығын арттырамыз. Осы жерде оң жақтағы жүгіртпелерді шертіп көріп, өзімізге ұнаған кескінді аламыз. Қалағанымыздан шыққан кезде окей батырмасын шертеміз. 6. Жарықтылықты түзетуде шынайылық параметрлері фотосуретті табиғи немесе жасанды фотосурет ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Оны біз жаңа көріп өттік. 7. Фотосуреттің сапасын реттеп болған соң қайта сақтаймыз. Басқаша атпен сохранить. Сапасын кішкене қосуға болады, немесе соғатын сақтауға да болады. Жұмысымызды ашамыз. Міне, жасалғанға дейін жұмыс, келесі біздің нәтижеміз. Келесі тапсырма жұбыңмен орында. Фотосуретті қалай бағалайсыңдар? Суреттің сапасын анықтауда өз өлшемдеріңді ұсыныңдар. Берілген 3 фотосуретті зерттеп, төмендегі тапсырмаларды орындаңдар. 1. Ең сапалы суретті анықтаңдар. 2. Суреттің сапасының төмендеуіне не әсер етті? Анықтаңдар. 3. Ойларыңды тұжырымдап талқылаңдар. 4. Суретте не бейнеленген? Шағын сипаттама жазыңдар. Келесі тапсырма топпен жұмыс. Фотосуреттің сапасы тек оны сүруге ғана байланысты ма? Тақырыбына пікірталас ұйымдастырыңдар. Фотосуреттің сапасын арттыру үшін суретті түсіру ережелерін құрастырып ұсыныңдар. Телефонға, планшетке немесе фотоаппаратқа түсірілген суреттердің бір-бірінен сапасы жағынан қандай айырмашылығы болуы мүмкін? Ойыңды ортаға сал. Келесі тапсырма ойланып жауап береміз. Фотосуретті өңдеу дегеніміз не? Фотосуреттің сапасының жоғары болуы неге байланысты? PowerPoint пен домашняя фотостудия программаларының Вен диаграммасы бойынша салыстыр. Балалар, бүгінгі сабақты мына смайликтер арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.